Экс-парламент мәжілісінің депутаты енді шәкірт тәрбиелемек. Түркістан облыстық мәслихатының бұрынғы төрағасы Қайрат Балабиев депутаттық мандатын тапсырғаннан кейін енді болашақ педагогтерді даярлайтын жоғары оқу орнына басшылық ететін болды. Ол Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің басқарма төрағасы ректоры қызметіне тағайындалды. Осыдан бірнеше жыл бұрын ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек жоғары оқу орындарының ректорларына қойылатын талаптарды күшейткенін мәлімдеген болатын. Министрдің сөзінше, ректордың ғылыми дәрежесі болуы, жоғары білім беру саласында кемінде 10 жыл еңбек өтілі және оның 5 жыл академиялық басқару қызметінде өткен болуы тиіс. Сондай-ақ ағылшын тілін меңгеру мен мінсіз беделі де негізгі талаптардың қатарында деген еді. Ал Қайрат Балабиевтің еңбек жолына қарасақ, оның негізгі қызметі прокуратура, мемлекеттік қызмет, облыстық мәслихат және парламентпен байланысты. Білім саласында еңбек еткенмен академиялық тәжірибесі негізінен 2 жылдық ректорлық қызмет пен профессорлық жұмыстан тұрады. Осы тұста министрлік жариялаған талаптар толық сақталды ма деген сауал туындайтын секілді. Бір кездері жоғары оқу орындарының ректорларына талап күшейтіледі деп жарияға жар салған министрлік осы жолы өз талаптарына көз жұма қарағандай. Қалай болғанда да мәжіліс мандатын тапсырған Қайрат Балабиев енді болашақ мұғалімдерді даярлайтын университетке жетекшілік етеді. Ал депутаттық өкілеттігін тоқтатқан өзге халық қалаулылары алдағы уақытта осындай маңызды мемлекеттік қызметтерге келе ме? Мұны уақыт көрсетеді.